Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақты бірге тігіп үйренеміз. Және де менің каналыма жазылып, комментарийға кез келген смайликті қалдырып кеттіңіз. Біздің құрағымызға осындай екі түсті влюр матасы қажет болады. Олардан біз осындай үлкен және кіші шаршы қиып аламыз. Ал түстерін өздеріңіз таңдай берсеңіздер болады. Ең алдымен үлкен шаршымыздың ортасынан сызып аламыз. Осы екі үлкен шаршыны оң бетін бір-біріне беттестіріп қойып, сосын мына сызықтың екі жағынан тігеміз. Енді осы сызық бойынша қиып аламыз. Міне осындай екі шаршы шықты. Артық матаны қиып алып тастаймыз. Енді осы кіші шаршыларды тігеміз. Барлық шаршыларды тігіп алдық. Енді осы екі шаршыны былай қойып алып, мына жерінен тігеміз. Міне, менде осындай шаршылар шықты. Енді орналастырып көрсетемін. Осылай қоямыз. Мына бөлігін былай қоямыз. Енді осы шаршыларды шыт матаға тігіп аламыз. Оның үшін шыт матамыздың ортасын белгілейміз. Енді осы шаршымызды мына сызықтан 0,5 см матамызды өткізіп, былай тігіп шығамыз. Екінші шаршыны да дәл осылай қойып тігеміз. Сосын мыналарды да рет-ретімен тігіп шығамыз.
Екінші шаршыны тігіп алдық. Келесі бізде мына екі шаршыны оң бетіне беттестіре қойып отырып тігіп аламыз осы жерден. Құрағымыз да дайын болды. Өлшемі 17-де 17 болып шықты. Және де осындай қылыпта тігіп алуға болады. Жасыл мата қосып тігуге болады. Ал бұл матамыздың, құрағымыздың астында шыт матасы жоқ.